Сәлем достар, алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасаңыздар. Бүгін біз венская вафли дайындаймыз. Дәмі өте ерекше, әрі жұмсақ болып піседі. Осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан сіздерде де дәл осылай болып шығады. Керекті заттар: 3 жұмыртқа, 150 грамм қант, 120 грамм үй температурасында сары май, 250 грамм сүт, 210 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхитель және жарты шай қасық сода. Ал кеттік, енді бастайық. 3 жұмыртқамызды жарып жібереміз де, оның үстіне қантымызды сеуіп, әбден көпіргенше араластырамыз. Бізде осылай әдемі масса шығу керек, ақ көпірген масса. Міне массамыз дайын. Осы массамыздың үстіне сары майымызды салып жіберіп, май ерігенше араластырамыз. Осы массаның үстіне содамызды және разрыхителімізді салып, ұнды 2 бөліп, себелеп салып араластырамыз. Екіншісінде себелең өткіземіз де араластырамыз. Одан соң осы қою массаның үстіне сүтімізді құйып, сүт шашырамас үшін осылай жасап алыңыздар. Енді осыны тағы да бір араластырамыз. Араластырып болған соң бізде осындай қою масса шығады. Вафельницамызды дайындап құямыз да пісіре береміз. Егер вафельницаларыңыз жабысатын болса, сары май жағып жіберіңіздер. Менде осындай әдемі жұмсақ болып пісіп жатыр. Сіздерде де бір жасағаннан осындай дәмі ерекше, әрі жұмсақ венский вафли шығады. Жасап көріңіздер. Үйде бар заттардан жасалады. Ең бастысы ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка жасаңыздар. Менің келесі шығатын видеом қытырлақ вафли. Видеоны күтіңіздер. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.